Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. 3 сынып оқушылары, сендерде презентация құру тақырыбы бойынша сол презентацияны PowerPoint-та қалай біз смартфонда жасай аламыз, соны көрсеткелі отырмын. Ол үшін біз соткамыздан приложение Microsoft-ты тауып аламыз. Оның ішінде міне PowerPoint деген бар. Осыны басамыз. Егер де мынаны тауа алмасаңдар, приложение Microsoft-та, сендер мына жерге поиск телефоныға жазсаңдар болады. PowerPoint шықты. Осыны баса қоясыңдар. Сенде бізде PowerPoint-тың меню шығады, яғни бұл жерде әлі PowerPoint ашқан жоқпыз. Қосу үшін мына плюс батырмасын басамыз. Бізге таңда деп тұр, қандайын таңдаймыз? Біз пустая презентацияны таңдаймыз. Бос беттер шықты. Бұл біздің презентациямыз бірінші беті, яғни бірінші слайдымыз. Презентацияның әр беті слайд деп аталады. Бірінші слайдымыз. Міне біз презентацияны ашуды үйрендік. Енді презентацияға қалай біз макетін өзгертеміз? Макет деген міне бірінші болып тұр. Осыны бассақ макет шығады. Осы жерде әртүрлі макеттер бар. Соның ішіне мен пустой слайд деген таңдаймын. Міне ешқандай жазусыз, ешқандай белгісіз шығады менде. Одан кейін компьютердегідей мәзірлердің бір қатары мұнда да орналасқан. Бұл жерде міне мәтіндерді де қосуға болады, суреттерді де қосуға болады, таблицаларды да қосуға болады, мұны көріп тұрғандарындай. Одан кейін екінші слайдты қосу үшін, тағы да бір бет қосу үшін, мынау плюс батырмасын басамыз. Бізде екінші слайдымыз ашылады. Текст қосу үшін мына батырманы басамыз. Мысалы, су тіршілік көзі, жазамыз. Бұларды біз өзгертуге де болады. Міне белгілеп аламыз өзгерту үшін. Бұлай, мына жерде әртүрлі өздерінің стильдері бар, осыларды таңдай аламыз. Түсінде өзгерте аламыз міне. Шрифті де өзгерте аламыз. 18 емес, біз одан үлкенін жасай аламыз. 28. Бір жолға семай қалсам, мына жерден бұлай тартып жіберсеңдер өзі келеді. Одан келесі, бұны орта жаққа бұлай өзінің орнына келтіріп қойға болады. Мен бұлай алып жүре бересіңдер. Келесі, слайд қосуды үйрендік, жаңа бетті. Енді беттерді көшіруге де болады. Мысалы, мен бетті басып тұрсам, мына жерде қырқып тастау, яғни жойып тастау, копировать екінші значогымыз. Яғни біз осымен копировать етіп алып, тағы да бір рет осы бетті қойымызға болады. Одан ары қарай, енді біз бұны қалай сақтаймыз? Сендер алдағы уақытта бұлай презентациялардың ішіне безендіру, сурет қосу, оларға анимация беру элементтеріне барлығын үйренетін боласыңдар. Ал енді бізде бүгінгі сабағымыздың соңында үйренетіміз ол сақтау. Басқаннан кейін сохранить немесе сохранить как дегенді басамыз. Сохранить десек, міне презентация автосохранениеда тұрады. Ал сохранить как батырмасын бассақ, сіздерге бұны атауымен, барлығымен презентацияны жерге атын жазамыз. Бірінші сабақ, мысалы. Бірінші сабақ. Қай жерге сақтайтынымызды таңдаймыз. Мен это устройство деген таңдаймын. Және соның ішінде документ дегенді таңдаймын. Осы жерге мен сохранить деймін. Біздің слайдымыз, презентацияларымыз сақталды. Оны мен мына жердегі my файлының ішінен, документтің ішінен тауып аламын. Документ, PowerPoint документтерім, бірінші сабақ презентациясы тұр. Ал бұны мен басқаларға жібергім келсе, поделиться батырмасын басамын.
мына жерден өзімізге керекті мессенджерді таңдап аламыз. Мысалы, мен WhatsApp-тан жібергім келеді, мысалда мына бір номерге немесе мына бір группаға жібергім келеді. Осыны жіберу батырмасын басамыз, одан ары қарай кетеді. Немесе папкамызға қайтадан оралайық. Поделиться батырмасымен электронды почта арқылы да жіберуге болады. Осымен сабағымыз түсінікті деп ойлаймын. Телефонда қалай біз PowerPoint бағдарламасымен презентациялар жасайтынымыз. Құрметті оқушылар, барлығыңызда осындай мүмкіндік бар деп ойлаймын. Көпшілігіңізде осыны қайталап жасап көріңіздер. Келесі сабақ бұдан да қызықты элементтермен, қызықты функциялармен танысатын боламыз PowerPoint-тың. Келесі кездескенше сау болыңдар.